бастау атты апталығымызды ашық деп жариялаймыз. Қош келдіңіздер. Ғылымның сырын ұғына, шығындар білім шыңына, ұқыптылық пен зеректік жеткізер білім шыңына, бастауыштан қанасың білім нәрлі сырына. Екінші А сынып оқушы Якуда Заңғар. Бастаушым бастамам, білім жолын бастаған білім шыңы, биіктен белді бұ жастанам. Бастаушым бал бұлау, алдым сенен балыңдан, әріп танып білім алып, рахметіңді жолдырамын. Ән ұстазана орындайтын 4-ші Б сынып оқушысы Ерхан Мери. Бар байлығы даламда, жер ананың жұттығы жоқ даламда, тамақта, киімде, денсаулықта, бәрі табиғаттың қолында. Күтіңдер, баптаңдар, көбейтіңдер, көркейтіңдер, үнемде жетеді адам затына. Барлығы мұна менің қолымда, ол мұна менмін, дүние тану пәнімін. Әрбір тілде сөйле әлемді таң қылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер бабам байтақ далам тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Әдебиетті оқу. Әркімнен сыр шерткен, барлық пәнді үйреткен, ардақтап мен оқимын. Әдебиетті құрметпен, ана тілді білмесем, шат-шадымнан күлмесем, жер бетінде сайраңдап, қазақ болып жүрмесем. Математика, терең ғылым санатынан, тегі деп ой саламын, маңызды деп оқимын математика сабағын. Табиғаттың сыры бар, тарихта ықпал, кемдігі жоқ бәрінің пәндер аты қырау. Апталық жоспарымен таныстыру үшін бастауыш сынып әдістеме бірлестік жетекшісі Анар Абдылқызына сөз береміз. Құрметті ұстаздар, оқушылар, білімнің сара жолы мектептен басталады, ал білімнің алғаш есігін ашатын кілті бастауыш екенін барлығымыз білеміз. Ең алғаш әріп танып, оқуға, санауға, есептеуге үйреніп, білімге деген құмарлығымызды бастауыштан бастаймыз. Бүгін біз 23 қараша мен 30 қараша аралығында өтетін бастауыш білім бастау атты бастауыш сынып әдіс бірлестігінің апталық іс-шарасын ашқалы отырмыз. Мақсатымыз оқушылармен сыныпта және сыныптан тыс жұмыстар жүргізе отырып, білім-білік дағдыларының қалыптасуын дамытуын жетілдіру. Апталық мынандай жоспарда құрылды. Апталықтың ашылуы, ашық сабақтар, күзгі табиғат көрінісі сурет көрмесі, әдемі жазу өнер, көркем жазу байқауы, ана тілін арамбұл мәнерлеп оқу, ашық тәрбие сағаттары апталықтың жабылуы. Осы апталықта өтетін іс-шараларға жақсы атсалысып, жүлделі орынға ие болуларыңызды сұраймыз және тілектеспіз. Мен 4-ші Ә сынып оқушысы Тұрсынбаева Лиянұр. Мен сіздерге гүлдер биін тарту етемін. Қабыл алыңыздар.
Тапшырып, мықтыларға арналған бастауыш пән апталығында оқушыларға үлкен